Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қол жетімді заттардан жасалатын осындай балды печеньелердің рецептімен бөлісетін боламын. Бар жоғы 10 минутта дайын болады. Балапандарыңызға жасап берсеңіздер, өте керемет. Ең алдымен ыдысымызға шекерді саламыз. Оның үстінен бөлме температурасында тұрған жұмсақ сары майымызды салып, екеуін жақсылап араластырып аламыз. Енді оның үстінен жұмыртқаны салып, оны да жақсылап араластырып аламыз. Содан соң балымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып болған соң, ұнымызды екі бөліп аламыз, еліктен өткізіп, енді бірінші бөлігін саламыз. Оның үстінен разрыхлителді саламыз. Және осыларды араластырып аламыз, жақсылап. Енді екінші бөлігін саламыз ұнның. Оны да енді жақсылап араластырып, жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр жасап аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Осындай жұмсақ, керемет қамыр шығады. Енді осы қамырымызды екіге бөліп аламыз. Және де жайып аламыз. Ешқандай оқтаудың да керегі жоқ. Қолмен осылай жайып аласыздар. Кішкене ұн сеуіп. Осылай формасына келтіріп жайып аламыз. Немесе қалаған формаларыңызды жасасаңыздар да болады. Мен өзім осылай жасадым. Міне осылай турлап қолмен шет-шеттерін жөндеп шығамыз. Шпательмен жөндеп шықтым мен. Осылай бетін тегістеп. Енді бетіне осындай вилкамен узор жасасаңыздар болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Енді печеньелерді осылай кесіп шығамыз. Осылай кішкентай етіп кесіп аламыз. Және оны пергамент қағазына орналастырып қоямыз. Екінші қамырымызда дәл солай жайып аламыз да, осылай дәл осындай етіп кесіп аламыз. Менде 24 дана шықты. Енді осы печеньелерімізді қызып тұрған пеште 180 градуста 7-8-10 минутқа қойып аламыз. Мына печеньелеріміз пісіп шықты. Үстіне сахарный пудра сепсеңіздер де болады. Өте дәмі керемет. Магазиннен сатып алғанша осылай үйде қол жетімді заттардан үйде балапандарыңызға жасап берсеңіздер болады. Видео ұнаған болса лайк басып, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Алдағы уақытта тағы рецепттер болады.